Темірхан Медетбек 1945 жылдың 6 наурызында Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданы Аманкелді атындағы колхозда дүниеге келген. Алматы қаласы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика институтының тіл әдебиет факультетін 1964 жылы бітірген. Республикалық телевидениенің әдеби драма бөлімінде редактор, Ақиқат, Жұлдыз журналдарының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы қызметтерін атқарған ақын, 20-ға тарта жыр жинақтарының авторы. Темірхан Медетбек қазақ поэзиясында өз орны, өз биігі бар үлкен ақындардың бірі. Сонау алтын кезеңі болып саналатын 60 жылдары әдебиетке келген ол қазақ өлеңінің көкжиегін кеңейтіп, тың өрістер ашты. Жаңа тыныс, жаңа леп әкелді. Өлеңдері қырғыз, өзбек, орыс, украин, татар, қытай тілдеріне аударылды. Темірхан Медетбекке тағдырлы жылдар жырлары жинағы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Ақынның құжаттары 2017 жылы Алматы қаласының мемлекеттік архивіне сый ретінде қабылданып, 727 қор берілді.